Балалар, бізде неше мезгіл бар екен? 4 мезгіл. Атап шығайық қане. Күз, қыс. Көктем, жаз. Тамаш. Ал бізде қазір қай мезгіл? Көктем. Көктем мезгілі. Балалар, сендердің алдыларыңда 4 мезгілдің суреті тұр. Сендер мына суреттерді алып, 4 мезгілдің табиғат құбылыстарын орнына орналастыруларың керек. Жақсы. Кавсар, сенде қай мезгіл? Менде 4 мезгілі. Богдан, сенде қай мезгіл? Менде күз мезгілі. Зумрет, сенде қай мезгіл? Менде көктем мезгілі. Диас, сенде қай мезгіл? Менде жаз Мезгілі. мезгілі. Кавсар, күз мезгілінде табиғатта қандай құбылыстар болады екен? Жапырақтар сарғаяды. Жақсы. Тағы да? Жаңбыр жауады. Тамаша. Саңырауқұлақ тереміз. Тамаша. Өте жақсы. Богдан, қыс мезгілінде табиғатта қандай құбылыстар болады екен? Жауды. Шаңғы. Шаңғы тебеміз. Ақала жасаймыз. Жақсы, өте жақсы. Зумрет, көктем мезгілінде табиғатта қандай құбылыстар болады? Қал едім. Жақсы. Күз тағы келеді. Жақсы, тамаша. Диас, жаз мезгілінде табиғатта қандай құбылыстар болады? Жылға күн ыстық болады. Тамаша. Балалар суға келеді. Жазға көлдер жығады. Өте жақсы. Рахмет.